Келесі күні таңертең өте жайсыз екі әңгіме болды. Оның біреуі аспанда, екіншісі жерде болды. Кінәсін мойындаған Митраил Жибрил Аллаға келді. Құдіретті иемнің ашуы әлі әділ де қаһарлы еді. Кешірілмес ашық ауыздығы және нақты уақытты субъективті ұзақтықтан ажырата алмаған үшін Алла Митраилға ауыр жаза кесті. 11 ғасыр бойы, яғни жанның 37-ші жұрағаты орыс елінде хакім болып, адамның жүрегі қалай соғып тұрған көзбен көргенге дейін хор қыздарына қарап ләззат алуына тыйым салды. Жанның күнәһарлығы аспандағы басқа маңызды жағдайларға да әсерін тигізді. Періштелердің уақытқа қатысты шатасулары Алланы әбден тойғызды. Ол дереу эфир сағатын жасап, оны темірқазық құйрығына іліп қоюды бұйырды. Тірі пенде ол сағатты көруге тиіс емес, ал исламды ұстаған рухқа ол аспанның кез келген нүктесінен көрінетін болды. Осыдан бері қарай мұсылман періштелері барлық жерге уақытында үлгеріп келетін болды. Ал христиандар мен еврейлердің періштелері бірде ерте, бірде кеш келеді. Өйткені олар уақытты ескіше, көз мөлшерімен шамамен өлшейтін еді. Жер бетіндегі жайсыз әңгіме жанның бөлмесінде болған еді. Тәте оны әзер оятты. Оятып алғаннан кейін ұрса бастады. Оған түнде жалаң аяқ терезеден түсіп баққа барудың қажеті не еді? Егер қажеттіліктен шықса, туфлиін неге киіп шықпайды? Кешке қарай жолға су себілетінін біледі ғой. Барлық жерді былғап тастаған, тіпті таза сейсептің өзіне лас аяғымен жатқан, Ханша деген аты бар барар жеріне де жөндеп бармай ма? Есік не үшін қажет? Тәте, менің ішім қатты ауырып кетті. Қатты ауырған сондай, не істерімді білмей абыржыдым. Олға жанның бетіне көз тоқтата қарады. Көзінің айналасы көгеріп, ерні кеберсіп кетіпті. Дауысы да өзгерген. Шынында да ауырып қалған сияқты. Жанға 3 күн бойы төсекте жатуға тура келді. Ол өте ащы шөптің тұнбасын ішті. Тамақ татып алған жоқ. Арасында әйтеуір уақыт тауып, кілтті тышқанның ініне өзінің орнына қойып үлгерді. Кілтті орнына қойып үлгерген жақсы болды. Бірінші күні кеште-ақ тәтесі керік бағушымен гарем қорған сыртындағы бұта түбінде кездесуге келісім жасаған еді. Осы кездесуден ол көңілді қайтты. Өтірік ауырып жатқан жанды сылап сипап күтті. Жан Жафарды сағынып, әрі кездесе алмай жүргеніне мазалы болғанымен, оқиғаның осылайша сәтті аяқталғанына разы еді. Не болғанын, енді не боларын және ақырында осының бәрі немен аяқталатын жайлы ойлауға жанның уақыты жетерлік еді. Бірақ ол тек Жафарды ғана ойлады. Қойшы музыкант оның басын айналдырып қойған сияқты. Әкесі туралы да жақында күйеуге шығу керек екендігін де бір рет есіне алған жоқ. Жан үшін темірдей қатты қолдарымен аялай аймалайтын жас жігіттен басқа әлемде ешкім жоқ та еді. Жафар әр түн сайын шақыру әуенін ойнайды. Әр кеште қараңғыға көз тігеді. Қара мақпал бүркенші үстінен сыпырылып түсіп, жұқа көйлегі бар, өңінде күлкі ойнаған Эсма түсіндегідей шыға келер деп күтті. 4-ші күні кешке қарай Жафардың жан дүниесі алай-түлей болды. Ол үйде қалды. Өзінің бұрынғыша бұрышында отырды. Жолдастарының әзіліне де жауап бермейді. Жафардың ғашығы бар екенін малшылар көп ұзамай-ақ сезген. Ол соңғы күндері қатты өзгеріп кетті. Жолдастар оның кешке қарай қайда барып жүргенін білмек болып аңдып та байқады, бірақ еш нәрсе шығара алмады. Жафар өте сақ еді. Ол алдымен соқпақпен көтерілді. Тоғайдың арасына кіріп ұзақ жоғалып кетті. Шақыру әуені өзі отып жағатын түбектен алысқа барып ойнады. 5-ші түн келген. Тауықтар 2-ші рет шақырған кезде ол худаны ойнады да тағы да қараңғыға зарыға көз тікті. Қурай сынғандай болды. Бұта түбі сыбырлады. Эсма жан келді. Қыз 6-ші күні де, 7-ші күні түні де, 8-ші түні де келді. Әр жол аман-есен қайтып оралып жүрді. Тәтесінен қорықпады. Ол ғаның қатты ұйықтайтын және түнде бөлмесіне келмейтінін біледі. Жафар ғашығының аяғына шақ кебіс тауып берді. Мұны кеуіп жалаң аяқ жүргеннен ыңғайлы. Терезе алдына көтерілуден бұрын ол аяқ киімін шешеді. Еденде де сейсепте де із қалмайды. Күндіз кебіс кітап салынған сандықта болады. 9-ші түнгі оралуы жанның есінде ұмытылмастай болып қалды. Айдың сүттей сәулесі бақтағы пальмаларға түсіп тұрған. Жол да жап-жарық. Жан әдеттегідей қара мақпал оранған күй бұталардың арасымен жасырынып ақырын келе жатты. Ешкім жоқ еді. Ол кебісін шешіп терезе алдына тез-ақ қарғып шықты. Міне бәрі де жақсы болды. Еденде айқыш-ұйқыш көлеңкелер көрінді. Жаратқан Алла, әйел ғой, төсеніш кілемнен тәтесі тұрып келеді. Өзі дыбыс шығармай жылап тұр. Жан, сен не істедің? Жанау, біз енді құрыдық. Ибрагим бәрін де біледі, байқап қапты. Қолы мұздап сала берді. Тәтесін құшақтай алған. Екеуі диванға отырды. Олыға ақырын өкси отыра сыбырлап бәрін де айтты. Осыдан 2 сағат бұрын ол қажеттілік
есіктен баққа шығады. Бөлме ауасы таза еді. Көйлегінің сыртынан абай есін жамыла салған. Қайтып келе жатқанында бұтаның түбінде біреулердің ақырын әңгімелесіп отырғанын естиді. Жан жөнінде сияқты. Ептеп жақын келіп пальманың артына тығылып тұрып тыңдайды. Ибрагим Атек өзінің көмекшісімен екеуі орындықта отыр. Көмекшісіне олай былай дейді: байқа, ешкімге тіс жарма. Басқа ешкімге тіс жарма. Ештеңе сездірме. Жақсылап бақыла. Әмір қайтып келгеннен кейін өзім айтамын. Ең бастысы үніңді шығарма. Әйтпесе жақсы болмайды. Тәтей олар кеткенше күтіп тұрады. Осыдан кейін асығып өз бөлмесіне жетеді. Қараса кілт інде жоқ. Жанның бөлмесіне келсе төсегі бос тұр. Олығаның тісі тісіне тимей қалш-қалш етеді. Оның қалай қалшылдап тұрған, жан түсіп тұрған ай сәулесінен байқады. Көз жасы да тыйылмай бетін жауып кеткен.